Беттің орталық нервтен салдануы мен шеткі нервтен салдануын қалай ажыратуға болады? Беттің орталықтан салдануы бет нервісінің ядросынан жоғары кез келген нерв бөлігінің зақымдануы беттің орталық нервтен салдану ауруын тудырады. Ең көп кездесетін зақымдану орны ішкі капсула, яғни внутренняя капсула болып табылады. Бет нервісінің орталықтан салдану ауруында беттің үстіңгі бөлігіндегі бұлшықеттер салданбайды. Сондықтан біріншіден, науқастың көз жұму, қасты көтеру, қабақ түю қимылы қалыпты орындалады. Екіншіден, маңдайдағы әжімнің тереңдігі оң сол екі жақта бірдей болады, яғни тең болады. Үшіншіден, салданған беттегі қастың биіктігі мен көздің ашылу шамасы екінші сол жақтағымен бірдей болады. Бет нервісінің орталықтан салдану ауруында беттің тек төменгі бұлшық еттері салданады. Оның ішінде езу бұлшық еті, яғни букцинатор және ерін айналасындағы бұлшық еті салданады. Сондықтан науқас тыныш тұрғанда салданған жақтағы мұрын ерін ойығы таяз болады. Салданған жақ езу сол жағына қарағанда төмен тұрады. Түсін көрсеткенде езу сол жаққа қарай тартылады, яғни ауытқиды. Орталық бет параличі көбінесе гемиплегияның, яғни жарты дене салдануының басқа белгілерімен бірге пайда болады. Сондықтан науқаста сіңір рефлекстерінің қауіпсіздігі және Бабинский белгісінің пайда болуы байқалады. Орталық және перифериялық бет салдануының айырмашылығында, егер салдану айқын болса, бір қарап ажыратуға болады, бірақ салдану тым жеңіл болса, ажырату қиын. Бет салдануының екі түріне дифференциалды диагностика келесі аспектілерге сүйене отырып жасауға болады. Біріншіден, мимикалық әрекетіне қарап беттің орталықтан салдану ауруына шалдыққан науқас жылағанда немесе күлгенде беттің салдану белгілері байқалмайды. Бірақ перифериялық беттің сал ауруы бар науқастарда салдану белгілері айқын болады. Екіншіден, науқастың басқа физикалық белгілерімен біріктіру арқылы айырмашылығын сенімді түрде анықтауға болады. Бұл әдіс ең сенімді болып табылады. Егер науқастың бет салдануын орталық нервтен немесе шеткі, яғни перифериялық нервтен екендігін анықтау қиынға түскенде, мысалы, беті салданған науқаста бір жақ қол мен аяқта жеңіл салдану байқалса, және салданған қол мен аяғы салданған беттің қарсы жағында болса, онда бұл бет салдануы міндетті түрде перифериялық, яғни шеткі нервтік беттің салдануы болып табылады. Ал егер қол мен аяқтың салдануы салданған бет пен дененің бір жағында ғана болса, онда бұл беттің салдануы беттің орталықтан салдануы болып табылады. Үшіншіден, алақан иек рефлексінің байқалуы орталық нервінің салдануы болуы мүмкін. Ал перифериялық беттің салдануында алақан иек рефлексі байқалмайды немесе әлсіз байқалуы мүмкін. Дегенмен, бұл әдіс өте сенімді емес. Бет салданудың екі түрі, яғни орталықтан салдануы және перифериялық салдануы бір-бірінен тек клиникалық белгілерімен зақымдалған орны арқылы ғана өзгешеленбейді. Емдеу тәсілдерінде де әрқайсысының өзіне тән ерекшеліктері бар. Сондықтан беттің орталықтан және шеткі салдануын дұрыс ажырату емнің сәттілігіне тікелей әсер ететін маңызды қадам. Диагнозда жіберілген қателік емдеу жоспарының тиімсіз болуына немесе тіпті зиян келтіруіне әкелуі мүмкін.